Алладан басқа жоқ Тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Маған да керек. Ой. Давай, жорна. Асылмайды. Неден келген? Орын алып отыра бересің. Ассалаумағалейкум, құрмет. Дастарханға жайғасып орын алайық, құрметті ағайын. Дастарханға жайғасып орын алайық, құрметті ағайын. Жиылып отырайық. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا كريم саған ғана қошылық қылып, сенен ғана медет жәрдем сұраймыз. Я Раббана Карим, осы қылған қасиетті Құр'ан-ы Кәрімнен болған сауапты осы елді мекеннен, Я Раббана Карим, дүниеден озған барша момын мұсылмандардың рухтарына бағыштадық, Я Рабби. Және де осы дастарханда отырған ақжаулықтаналардың, аталардың өз жұртынан, нағаш жұртынан, қайын жұртынан өткен барша момын мұсылмандардың рухтарына бағыштадық. Я Рабби, біздерден бұрын өтіп кеткен марқұмдарымызды өзіңнің рахмыңа, пайғамбарымыздың шапағатына бөліп, қараңғы қабірлерін Құранның нұрымен нұрландырғайсың. 5 күндік жалған дүниеде пендешілікпен істеп қойған қателіктері болса, өзіңнің ғафур рахим сипатымен мағфират етіп кешіргейсің. Я Рабби, елімізге амандық, жұртымызға тыныштық, ауызбіршілік ынтымақ бересің. Алхамдулиллахи раббил алемин. Аллах. Қабыл болсын, Алла разы болсын. Oldu mu? Bit kaldı mı? Ne bitti? Mınıtır şansınız. Yani tağı var. Yok,
Rahmatullah. Hürmetli осы ауылымның тұрғындары және де осы ауылымызда тұрып кеткен ағайын бауырлар, мінекей ата бабамыздың, көкелеріміздің аңсаған армандар еді ғой. Бүгін міне мешітіміз ашылайын деп жатыр. Айналайын, осы мешітіміз, осы берекелді мешіт болып, негізі Алланың үйі ғой, құрметті қалайық. Бұл мешітіміз осы ауылға бір берекелді, береке әкелсін. Әр дастарханымызға, әр отбасымызға ынтымақ, байлық, береке берсін. Және де айтып кететін осы мешіттің басынан бастап қол ұшын берген ағайын бауырларыма, сыртта істеп жүрген жігіттерге, жастарға, осы ауылымның жастарына үлкен рахметімді айтамын. Шамнан шырақ жағылар, барлық адам қабылдар. Айналайын құдірет, тілегімізді қабілет. Аумин, Аллах акбар. Мұхаммедтің асылы ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға, оның әулеті мен барлық сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Қадірменді ағайын, құрметті бауырлар, қадірлі біздің ақ сақалды абыз аталарымыз, ақ жаулықты аналарымыз, бүгінгі қасиетті күні, жұма күнгі қуаныш тілектерімізді қабыл етсін Алла тағалам. Бүгінгі қуаныш ауыл мешіті ашылуы құтты болсын. Құрметті ағайын, құрметті момын мұсылмандар, қасиетті Алланың үйі ел тұрғындарын, жастарын имандылыққа, байылыққа баулайтын қасиетті мекен болғай. Бұрынғы біздің хан сұлтандарымыз да, би шешендеріміз де, бабаларымыз да 5 мезгіл намаз оқыған. Құрметті ағайын, құлайға құлшылық еткен бабалардың ұрпақтары міне сізбен біз, құрметті ағайын. Сабағы жастарға тәрбие, үлкендерге тағылым беріледі. Біздің салт дәстүрімізді насихаттайтын орда болуы керек, құрметті ағайын. Сондықтан мешіттің жұмысы халықпен етене байланысты. Құрметті ағайын, келеді. Алла тағала қасиетті Құранда Алланың мешіттерін Аллаға және ақырет күніне иман келтірген, намазды толық орындаған, зекет берген және Алладан ғана қорқатын адам салады деген. Тәубе сүресі 18. Қауым, жамағат, қонақтар. Бүгін міне ауылымызда мешіт ашылып жатыр, үлкен мешіт ашылып жатыр. Алланың үйі. Алланың үйі мешітіміз құтты болсын. Осы мешітке атсалысқан ағайын туысқан бауырлар, қаржылай көмек берген, қол ұшын берген жігіттерге алғысым зор. Сол ауыл ақсақалдарының атынан сол кісілерге үлкен алғысымды білдіремін. Бұл мешітімізде жүрегінде иманы бар жастарымыз көп болсын. Туған жеріміз, ауылымыз, халқымыз аман болсын. Туған жерімізде ынтымағымыз, бірлігіміз ажырамасын. Әрқашанда осындай жақсылықта, қуанышта, бірлікте болайық.
Бұл жерде айта кетпеске болмайды тілге орай. Мына мешітке Амангелді ағамыздың баласы сырымды айтсақ болады. Осы жерде осы мешіттің әжетханасын өз қаржысымен тұрғызып берген. Ауылда жастар көп, жүрегінде иманы бар. Ассалаумағалейкум, көпшілік. Бүгін мен өте қуаныштамын. Қуаныш дегені мынау. Осы ауылға осы мешіт арман болып еді. Ат салысып. Енді менің айтайын деп отқаным, мешіт жабық болмау керек. Жебік әр уақытта ашық болып. Одан кейін мынау жастарымыз қазір не керек, не көп, кітап көп. Қазақша жазылған. Мінекей мұсылман болып балдарымыз мінекей неғып намаз оқып жақсы болды мұны ауылымызға. Береке мұны ынтымақ бірлік берсін ауылымызға. Бала шағамыз аман болып, кендері сау болып осы бала шаға өсіп өнсін. Иманды болсын балдарымыз. Ал айналайын жиналған қауым. Бүгінгі күндеріңіз өте бір ерекше, есте қалатын жақсы күн. Құтты болсын бәріңізге, жұғытты болсын. Мына жақсы тірліктеріңізге, бәріңізге жақсы рахмет айтам, үлкенді кішілер. Айналайындар, айтады ғой қазақта, әке көрген том ішеді, ана көрген том, әке көрген, шеше көрген том ішеді, әке көрген том оқ жанар деген. Сол мына қайталанып жатыр. Бұл жер бір берекелді, үлкен, жақсы, сондай жер еді. Мен 62-ші жылы осы жерге келін болып түскенмін. Сол кісілердің бәрінің жақсы сый құрметін көріп, жақсы сөздерін естіп, рахметін айтып, өскен келіннің біреуі еді, енді бүгін әже болып отырмыз, айналайындар. Ал енді өте қуаныштымын. Мен 62-ші жыл келін болып түскенде осы размеріміз осындай размер еді. Мына аяқтан Жанаттың баласы кім бар? Үй соқты, мына аяқтан Серіктің баласы соқты, содан басқа размер. Құрметті ағайын туысқандар, менде бүгін үлкен Алланың үйі ашылып, мешітіміз ашылып жатқан уақыт болып жатыр. Құтты болсын деп айтайын. Осы соғылған мешітіміз халқымызға, елімізге игі болып, өсіп отқан бала шағаларымыздың берекесін беріп, тәрбие, тәлімге негізі қалансын деп егін болып тұр. Және де мінекей осы ауылымызда өсіп өндік кішкентайымыздан бәріміз осы отырған көпшілік есіме бір түсіп отыр. Осыдан бір 50-55 жылдар бұрын бала кездеріміз, сонда жасымыздан бір 10-15 жастағы балаларымыз бәрі есімізде қалған. Сол кездегі жоқ дегенде бір 50-60 шалдар мынау ораза айтында, құрбан айтында көшемізбен бұлай жүргенде үлкен қариялар әр үйге кіріп, Құран оқылып, жаңағы жерде айтап, өте бір керемет нелер болып жатады. Сол кісілердің енді аңсаған арманы ғой. Осындай ол кезде мешіт жоқ еді, қазір мінекей осындай мешіт болды. Соған өте сондай қуанышты, бір өзіміздің жүрегімізді қауышып тұрған уақытымыз болып тұр. Сол кісілердің бір енді болған армандары деп ойлаймын. Ол енді кісілерді айтып кетсек те болғанда әруақтар бір қазір аунап тұрған шығар. Үлкен атамыз, Дәу атамыз, Жақыпбек атамыз, Төлеу атамыз, өзіміздің әкеміз, өшерден жаңағы Қамдығали кісілердің мен жездем балапанның күйеу баласы. Bismillah, elhamdülillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum, rahmatullah barakatuh. Құрметті ағайындар, бүгінгі қуанышты күн болып жатыр. Мешіт ашылып осы ауылда, Жеңіс ауылында Ақтүйенің қарын жарылып жатқан күн. Фундаменті ғана болады, сонау бұрышта тұр Ботабек деген қайным бар, екеумізге құптан намазын уақытын азан айтып, құптан намазын оқып кеткен дұға қылып. Аллаға шүкір етіп осы мешіт бітіп жатыр ғой. Енді Аллах Тағала Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи хадисі бар ғой, мешіттеріңді зейнеттеңдер деп, сәндеңдер деп, бұл жерде ұғым мешітті оюлап, гүл тағып тастауда емес, ішін жамағатпен толтырсын деген ұғыммен айтылған. Сондықтан осы мешіттің ішінен жамағатқа толтырып,
тек жұма намазы емес, 5 мезгіл намазды жамағатқа толтырып, оразайын тарауыққа толтырып, осы тарауық намазында, осы жерден ғалым, хафиз, ғұламалар шықсын осы ауылдан. Осы ауылдың азаматтарының бәріне Алла разы болсын. Бәрі осы ат салысып, әркім шамасы келгенше көмектесіп жатты. Бұл мешітте енді кім бір шеге болса көмектесе де сол мешіт соққандай сауап болады. Қияметте Аллах тағала жәннеттен сондай үлкен сарай соғып берсін сол азаматтардың бәріне. Еліміз тыныш, егемендігіміз баянды болсын. Еліміз осындай мешіт, медреселер көбейіп, қари ғалымдар көбейсін. Аумин айтқаныңыз келсін. Әрине, үлес қосқан азаматтардың ішінде бұл жерде жаңа айтып жатыр ғой, осында көмектескен жандарға жәннаттан зәулім сарай тұрғызылсын деп. Сауаптан жазсын, алдарыңыздан шығарсын осы. Мен енді осында ауылдағы жігіттерге алғысым шексіз. Енді бұл жерде көптеген жігіттер өзінің ауылына көмектесіп жатыр ғой, өзінің ауылының мешіті деп. Осында мына Ықылас деген бауырым отыр, өзінің ауылы болмаса да осы мешітке көмектесіп жүр, өзінің ауылындай атсалысып жүрген. Осы жігіт маған айтып, аға осы мешіт бар еді, осында көмектесіп жіберейікші, ақшалай көмек керек болып жатыр дегеннен кейін, бірінші Алла, екінші осы халық болып, осында сбор ашып, мешітке атсалыстық. Бүгін міне алғашқы жұмаға келіп, өзімізді бақыт сезініп отырмыз. Мен өз басым ұмытып кетіппін осы ауылға көмектескенімді. Ықылас есіне түсірді. Енді ол ұмыту деген кейбір жігіттер, қыздар, осындағы ата-апаларымыз дұрыс емес деп ойлайтын шығар, бірақ ұмыту да жақсы нәрсе негізінде. Өткені міндетсінбей жүресің. Сосын тағы мешітке көмектесесің, ұмытып кетіп. Осыдан кейін де біраз мешітке атсалысып көмектестік. Енді алдымыздан Құдай қаласа сауап болып шықсын. Ойламаған жерден жәннаттан жай берілсін. Алла қаласа енді кейбір жандардың қазір теріс ойы бар. Осы мешіт жоққанса неге мектеп соғылмайды, неге анау соғылмайды, неге мынау соғылмайды, одан деп дұрыс емес ойлайтын жандар бар. Бірақ бұл Алланың үйі. Құдай сақтасын, не болса елдің бәрі мешітке жүгіреді ғой негізінде. Ондайдан Құдай сақтасын. Бірақ сондықтан бұл мешіт деген ол біздің ақыретіміз. Кейбір жандар тек қана осы өмірін ғана ойлағандықтан сөйтіп ойлайды. Ал негізінде көп адамдар мәңгілігін ойлау керек. Бұл өмір уақытша екенін бәріміз білеміз. Жасымыз да, кәріміз де білеміз, бірақ ұмытып кетіп жатамыз. Ұмытпаңыздар, мәңгіліктеріңізді ойлаңыздар. Осы мешіт қаңырап бос қалмасын. Көптеген жандардың еңбегі дала кетпесін. Тал ексеңде көлеңкесіне жатқың келеді ғой, сол сияқты мешітке келіп, намаз оқып, сауаптан қадам жазыла берсін. Өте қуаныштымын. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Салихалы ұрпақтар болсын. Осы ауылдан, осы мешіттен қарилар шығып, 40 адамға сол жаннатта жарық берсін, шапағатшы болсын деп тілеймін. Рахмет. Аумин, Алла разы болсын. Ақылта. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Amin. Duасын жасайтын Аймантөбе ауылының бас имамы Кенжахан ағамызға беремін. Amin. Elhamdülillah. Ya Rabbi Allah olsa qasiyetli cumada okulan Kur'an ayetlerimizin savaplarından Teala. Önceden ötken marhum babam Kur'an'a muhtaç olga, zerre жатқан ағайын туысқан бауырларымызға, аумин деп қол жойып жатқан жамааттан Алла Тағала өткен мархум жақындарымызға, я Раббым Алла қас сауаптарын жеткен қараңғылын нұрландыр Алла. Мархумдардың күнәларын кешіп жақсылататын артында қалған халқымызға, елімізге Алла Тағала берекет, жүректерімізге иман, дуа тілектерімізге қасиетті жұманың құрметінде қабылдық бер. Аумин. Аллаху акбар. Бата беріңіз. Дастарханға бата. Ya Allah. Asarkan baylığın versin, kendimizin sağlığını versin. Olsa Asarkan'dan demdem etken ervaklarga diye versin. Hani ki bugün kuvançlı günümüz olacaktır cemaat. Ya buna meştimiz, jeniz meştimiz, abroylu meşt olup kutlu olsun diyeyim. Ya. Aman olsun. Olsa Asarkan'ımızdan demdem etken ervaklarga diye versin. Amin. Amin. Анады еткен еңбек ісің бағың, адамды сүй, Алланың хикметін сез, хақ жолында жөн болмақ ысылғаның, қажылыққа барғанды қадірлеумен, зекет берген кісінің түсін жаным, ораза ұстап 30 күн иман жиып, Алла үшін парыз бір қысылғаның, қуанышқа жиылған бүгін мұнда, ассаламу алейкум мұсылманым, бер жақындай құрметті ағайын. Ардақты ағайын, адам сапасының жоғарғы сипаты иманмен айшықталынатыны шындық. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар жалғанда одан басқа деп Абай Хаким айтқандай, Алладан ғана жарылқау тосып, Аллаға арқа сүйіп, өмір көшінде келе жатқан жұртымыз үшін исламның орны ерекше құрметті ағайын. Адамның Алла берер сұрағанын, тек содан қуат алып тұрған жаным. Жаңа мешіт ашылу құрметіне оқылуға тиіс қой Құран кәрім. Жаңа мешіттің ашылу құрметіне Құран оқитын Қибатулла Тарази медресе колледжінің жанындағы Қарилар дайындау орталығының директоры Амангелді Бірлік Қари береді. Батасын жасайтын Жамбыл облысы бас имамы Сатылғанов Асқар Зәкіржанұлы бата дұғасын береді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya merimlerдің merimдісі, рахымлардың рахымдысы болған, біздерді
жоқтан бар етіп жаратып қойған жаратушы жаббар иеміз. Саған ғана құлшылық қылып, сенен ғана медет жәрдем сұраймыз. Я Рабби, осы қылған қасиетті Құр'ани кәрімнен асыл болған сауапты, әлемнің рахым нұры болған пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның рухына, үйіштеріне, сахабаларына, және я Раббана Керим елімізден, жерімізден өткен барша ата бабаларымыздың рухтарына бағыштадық. Я Рабби, біздерден бұрын өтіп кеткен марқұмдарымызды өзіңнің рахмыңа, пайғамбарымыздың шафағатына бөлегейсің. Осы мешіттің салуына қол жәрдемін, сөз жәрдемін берген барша бауырларымызға я Рабби өзің разы болғайсың. Дүниелеріне, ақыреттеріне өзің береке бірлігіңді бергейсің. Өзіңнің жолына жұмсаған қаражаттарын сан еселеп орнына өзің толтырғайсың. Я Раббана Керим, осы елді мекенге, елімізге, жерімізге амандық, тыныштық, ауызбіршілігін ынтымақ бер, я Рабби. Иман мен ислам мен ұрпақ тәрбиелеуімізді, баршамыз иман мен ислам мен өлуімізді, өмір сүруімізді баршамызға насip ет. Алхамдулиллахи Rabbil alamin. Аллаху акбар. Ойы намаз бен күнәдан жан тазармай ма? Аллаға деген сезім біле білсек, мешіттің нақ төрінен табылмай ма? Алғашқы құттықтау сөз Жамбыл облысы бас имамы Сатылғанов Асқар Зәкіржанұлына беріледі. Құрметті ағайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті игі жақсылар, аға бауырлар, ақжаулықты аналар, Алланың қалауыменен, өздеріңіздің ауызбіршіліктеріңізбенен мынандай көркем, әдемі салынған мешіттің ашылуына баршамыз бүгін куә болып тұрмыз. Алла баршаларыңыздан разы болсын. Бұл тек қана бір адамның ғана салған дүниесі емес екен. Өздеріңіздің ауызбіршіліктеріңізбен ел болып, жұрт болып көтерген нәрселеріңіздің бітірген бір нәтижесі. Құдай қаласа, Құдай тағаланың алдында да осы Алланың жердегі үйлерін тұрғызғанның сауабын Құдай тағала өзі уәде еткендей, иншалла ертең жаннаттан Құдай тағала баршаларыңызға атсалысқан кісілерге жаннаттан сарай тұрғызуын Алла нәсіп етсін. Алла Құран-ы Кәрімде айтқандай: «Иннама я'муру масаджидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир». Алланың үйлерін Алладан және ақыреттен үміт еткен пенделер ғана соғады деді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады: кімде-кім құстың ұясындай болса да бір мешіт тұрғызған болса, Алла оған жаннаттан бір сарай тұрғызады дейді. Енді бұл мешіт тұрғызу үлкен сауапты амалдардан, жариятун садақадан болып табылады. Жария садақаны білесіздер, мешіт, медресе, көше, көпір, аурухана тұрғызу. Осы салған дүниеңізге жұмсадыңыз, маңдай теріңізді төктіңіз, қаражатыңызды бөлдіңіз, сөйтіп сауапқа кенелдіңіз. Бірақ ол сауап сіздің жаңағы қаражат бөлуіңізбен, маңдай теріңізбен тоқтап қалмайды екен. Осы салынған дүние іске жарамай қалғанға дейін сауап барады екен ғой. Әрі Алланың өзінің уәдесі бар. Алладан бір нәрсені үміт етіп, хайырлы бір сауап қылады. Мән жаа бил хасанати фалаху ашару амсалиха. Кім бір жақсылық жасайтұғын болса, оған 10 есе болып қайтады дейді. Бұл Раббымыздың берген уәдесі. Құдай қаласа осы Алланың жолына жұмсаған хайыр ихсандарыңыздың, жұмсаған қаражаттарыңызды Құдай тағала сан еселеп орын толтырсын. Осы мешіт ауылға, ауызбіршілікке, ынтымаққа, иманмен, ихсанмен бір қызмет қылуға Аллах тағала нәсіп етсін. Бұл жерде азан айтылып, 5 уақыт намаз оқылып тұрса, нұр үстіне нұр болады. Өйткені ол мешіттің дұрыс, альхамдулилля, мешітті жақсы, керемет салған екенсіздер. Бірақ мешіттің көркі ол жамағат. Осы жер, жаңа атам ақсақалдарымыз атап өткендей, бұл мешіттің іші бос тұрмау керек. Алла баршаларыңызға разы болсын, басқасында жүріп, қол жәрдемін, сөз жәрдемін берген барша жандарға Құдай тағала Раббымыз екі дүниенің жақсылығы мен берекетін берсін.
Алла баршаңызға разы болсын. Құрметті ізгі жақсылар, енді осы мешітке арнайы бас муфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлының бұйрығы шыққан. Имам кім? Аманды болыңыздар, жүректі болыңыздар, әрқайсыларыңыздың үй берекелеріңізге құт береке дәулет ырысын берсін. Аумин, айтқаныңыз келсін. Алтыннан қолың болса да жағаменен жең керек дейді. Қанша мықты болсаң да ағайынмен ел керек дейді. Біз қазақпыз, үлкенін сыйлаған, кішісін ойлаған, жетім жесірін жылатпаған халықпыз. Үлкен салт санамызды сақтай білген халықпыз. Сол жолда іліп, сол жолмен жүрген халықпыз. Сол жолда арғы бүгінгі сағаттастықты тәрбиені жалғастыратын бас қосу. Міне, бірге осы бүгінгі отырысты, бүгінгі жиынды ұрпақтарды тек қосқан үлестері және кілемдері бар екен. Соны атап өтейік. Маған жаңа айт деп жатыр, соны бағасын айтпа деп еді, бірақ айттым енді. Қабыл алыңыздар, иншалла. Алла разы болсын. Дихан қолды көтеріп қойыңыздар, енді орталықтан кейін жігіттер, бауырларымыз, жастарымыз. Ал Диханның атынан жаңағы үлкендеріміз сөз сөйлесін бір. Ассалаумағалейкум, жиналған жамағат. Сайыз кезінде бұндай мешіт тұрмақ, Құдай бар дегенді де айттырмайтын. Мінекей егемендігімізді алып, Аллаға шүкір, сондай жақсы ниетпенен жер-жерде мешіттер ашылып жатыр. Құтты болсын, Жеңіс ауылының тұрғындары құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Іші толған қуаныш балашаға жаңағы иманды жігіттер көбейе берсін. Рахмет. Аумин, айтқаныңыз келсін. Қайтадан қайырлып қауымға келмейсің. Барыңды нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибраталар артыңа із қалдырсаң, осыны оқ мәңгі өлмейсің деген шәкәрім Құдайбердіұлымыз, атамыз, бабамыз. Сендік сөзін кезейік Жабай ағамызға. Ассалаумағалейкум, үлкен кіші туысқандар, бауырлар, қадірлі жамағат. Бүгін ауылымызда тарихи бір керемет жиналыс болып жатыр. Оның себебі біздің ауылда мешіт ашылып жатыр. Ата-бабамыз көрмеген, ата-бабамыз жетпеген осы мешітке біздер жетіп жатыр. Құдайдың өмірсін шүкір деймін. Осы мешітіміз нұр мен бақыттың әкелсін, осы нұр мен бақытқа айландырсын. Көптеген тілектер айтылып отыр. Жаңа айттым ғой, бата дұға, бата тілек, бата қазақ келетін орын айлансын, құрметті ағайын. Табаныңыздарыңыз тек қана Аллаға қадам басумен шаршамасын. Алла тағалам бәрін беруші, жаратушы, құрметті болса, Құдай тағала уәде қылады. Мән жаа бил хасанати фалаху ашару амсалиха. Кім бір жақсылық жасайтұғын болса, оған 10 есе болып қайтады дейді. Бұл Раббымыздың берген уәдесі. Құдай қаласа осы Алланың жолына хайыр ихсандарыңыздың, жұмсаған қаражаттарыңызды Құдай тағала сан еселеп орын толтырсын. Осы мешіт ауылға, ауызбіршілікке, ынтымаққа, иманмен, ихсанмен бір қызмет қылуға Алла тағала нәсіп етсін. Бұл жерде азан айтылып, 5 уақыт намаз оқып тұрса дұрыс болады. Өйткені ол мешіттің дұрыс, әлхамдулилля, керемет салған екенсіз. Бірақ мешіттің көркі ол жармаған. Осы жер, жаңа атам ақсақалдарымыз атап өткендей, бұл мешіттің болу керек. Алла баршаларыңызға разы болсын, басқасында жүріп, қол жәрдемін, сөз жәрдемін берген барша жандарға Құдай тағала Раббымыз екі дүниенің берекетін берсін. Алла баршаңызға разы болсын. Құрметті ізгі жақсылар, енді осы мешітке арнайы бас муфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлының бұйрығы шыққан. Имам кім деп жүрмеңіздер, иншалла. Имамдарыңызды арнайы муфти хазіретіміздің бұйрығымен оқып беруді рұқсат етіңіздер.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Республикалық Ислами діни бірлестігінің 2021 жылдың 17 ақпанында Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінен тіркелген жарғысына сәйкес бұйырамын. Сарыағаш медресе колледжісінің 2025 жылғы түлегі Қасқыр Айдос Ерболұлы 2022 жылдың 29 тамызынан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Республикалық Ислами діни бірлестігінің филиалы Жамбыл облысы Байзақ ауданы Дихан ауылдық округі Жеңіс ауылы Дихан ауылдық мешітіне молда болып тағайындалсын дейді. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Жамбыл облысы бойынша бас имамы Сатылғановқа жүктелсін дейді. Енді бауырымызға, Айдос бауырымызға Құдай тағала береке берсін. Осы оқыған, тоқығаныңды Құдай қаласа елдің игілігіне, діннің мүддесі үшін қызмет етеді деп сенеміз. Алла қызметіңе жеңілдік, береке берсін. Енді мынау кішігірім осы мешітке өздеріңізге сыйлық қабыл етіңіздер. Құтты болсын. Онда марапаттау рәсіміне көшейік. Ұстаз, өзіңіз ұстауға. Енді жаңа атап өткендей, бұл мешітке енді біраз жандар атсалысты жеп жатты. Соның ішінде біраз кісілердің кішкене еңбектерін бағалап, пайғамбарымыздың хадисіндегідей, Алла елшісі пайғамбарымыз айтады ғой, адамға алғыс айта алмаған Құдайға шүкіршілік ете алмайды дейді. Енді осы мешітке атсалысқан бауырларымызға бір құрмет білдіріп қойсақ. Құрметті Ботабек Сұлтанұлы, Алланың қалауымен ел игілігі үшін бой көтерген Байзақ ауданы Жеңіс ауылдық мешітінің құрылысына жан-жақты қолдау көрсетіп, өз үлесіңізді қосқаныңыз үшін шынайы ризалығымды білдіремін. Сіздің жүректен шыққан жомарттығыңыз, ел мен дінге деген сүйіспеншілігіңіз ұлт руханиятына мызғымас тірек. Мешіт имандылықтың ордасы, бірліктің белгісі. Осындай сауапты іске ұйытқы болып, баршаңызға өнеге болдыңыз. Алла тағала жасаған жақсылығыңызға сауаптан еселеп жазып, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге береке, жүрегіңізге иман нұрын ұялатсын. Жаңа мешітіміз ұрпақтан ұрпаққа жалғасар ізгі іспен бірліктің мекені болғай. Құтты болсын. Келді ме екен? Әкесі бар ма? Келіңіз. Алла разы болсын. Осындай ұрпақ тәрбиелеп отырған сізге Алла сауаптан жассын. Келіңіз. Сізде сұрағыңызға. Сұрағыңызға. Алғыс хат бересіңіз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Осындай мәтінде Рахат Оңалбайұлы және Арнұр Мейрамбекұлы. Жақындары бар ма Арнұрдың жақындары? Аллаху акбар. Тәкбір айтып қойыңыз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Алла разы болсын баршаңыздан. Олжасы көп тереңнен ойлағанның түбінде келу керек байламға әркім. Аллаға сансыз мадақ айта жүрер үмбеті Мұхаммеддей пайғамбардың. Сөз кезегін ауылды, Дихан ауылдық округтың әкімі Абдуали Жұман бауырымызға беріледі.
Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл тұрғындары. Міне бүгін үлкен мереке болып жатыр. Яғни мешіт ашылып, осы үлкен іс-шараның басында бүкіл ауыл жиналып, осы тірлікті бастап, міне соңғы жұмыстарын бітіріп, Құран оқылып, мешіт ашылу салтанатына келіп тұрмыз. Жалпы бірлік болған жерде береке болады дейді ғой. Бұл ауылдың өзінің бірлігі о бастан жақсы. Бір адам бастаса қоштаушысы көп, ауылдың бірі. Сол себепті қашанда осы бірліктен алда ажыратпасын. Үлкенді құрметтеп, кішіні сыйлай білейік. Әрқашанда осы мынандай алтын құрсақты аналардан алтын басты балалар туылып осы мешітті салып беріп жатыр ғой. Үлкен рахмет әркімге, осы әр тасын, әр кірпішін қалаған тұрғындарға үлкен рахметімізді айтам. Мынау айтылып жатыр, мешіт соғылғаннан кейін мешіттің ішінде жамағат болу керек. Осы жерде әрбір айт мерекелері сол ауыл тұрғындарымен толып, өзінің жұмысын толыққанды жасау керек деп ойлаймын. Енді кезекте бізде аудан әкімінің алғыс хаты бар еді. Осы атсалысқан азаматтарға сол алғыс хаттарды табыс етуге рұқсат етіңіздер. Алғыс хат: құрметті Сырым Амангелдіұлы, сізге Диқан ауылдық округі Жеңіс ауылындағы Жеңіс мешітін салу ісіне көрсеткен қолдауыңыз бен қосқан үлесіңіз үшін алғыс білдіремін. Сіздің бұл игі бастамаға жасаған қамқорыңыз бен жанашырлығыңыз ел игілігіне бағытталған үлкен сауапты іс. Алдағы уақытта да қоғамға пайдалы істердің басында болып, елдің ризашылығына бөлене беруіңізге тілектеспін. Сізге және отбасыңызға зор денсаулық, бақ береке, табыс тілеймін. Байзақ ауданының әкімі Баққарай. Сырым Амангелдіұлы. Осы мәтінде Ерік Байзақұлы. Ерік Байзақұлы бауырымызға. Осы мәтінде Мұрат Кемелұлы алғыс хатпен марапатталады. Осы мәтінде Нұрлан Иманбайұлы марапатталады. Осы мәтінде Жандар Амангелдіұлы марапатталады. Және осы мәтінде Ерлан Саданұлы марапатталады. Рахмет, тағы да құтты болсын. Лентасы қиылсын. Оның алдында осы ауылдың ардагері Сәрсен ағамызға сөйлеп берейін. Көп қазір намаздың уақыты келіп қалды, көп сөйлемей қояйын. Мен көп тілек айтылды, бәрі қабыл болсын. Мына есік ашық болсын. Мен тағы бір айтайын өтейін дегенім, басынан ең бірінші бастап кетті, осы Ботабек балама несін айтып. Ол ең басынан бастап, бірінші қазығынан бастап жүрген жігіт еді. Оған осы ауылдың атынан, жамағаттың атынан бір пай бөлуге. Қабыл болсын, құтты болсын. Ал лента қиюға рәсімдік істі атқаруға ортаға облыс Асқар Зәкіржанұлын шақырамыз және ауылдың ақсақалы Сәрсен ағамыз. Келіңіздер.
Bismillah. Берекелі жамағатқа қабыл болсын. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Шашу шашатын апалар, келіңіздер, мешіттің ішіне шашу шашыңыздар, кіргізбестен. İşke kire verin apа. Шашуыңызбен. ішке кіріп шашыңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kasıtlı olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın selam rahmetiyle ilgili kanunlarımızga Allah sansız savukta versin.